Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Қазақ тілі 3-ші сынып, бөлім атауы атақты тұлғалар. Балалар, алдарыңыздағы берілген жұмбақтың шешуін тауып, бүгінгі сабақтың тақырыбын анықтаңыздар. Білімнің нәрін тереді, балаға тәлім береді. Білімнің жол басшысы, шәкірттің қол басшысы. Кім деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар, әрине, мұғалім. Сабақтың тақырыбы тұңғыш ұстаз. Ұстаз, педагог, оқытушы, мұғалім бұл синоним сөздер. Сабақтың мақсаты тыңдалған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және сюжеттің даму желісі бойынша иллюстрациялар орналастыру, кесте толтыру, мазмұндау. Сабағымызда қолданылатын жаңа сөздерге назар аударыңыздар. Жаңалық, новизна, новые, әңгімелер, рассказы, жеке, личные, балалар әдебиеті, детская литература, ағартушы, просветитель, жазушы, писатель, аудармашы, переводчик, қоғам қайраткері, общественный деятель. Қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс айтып үйренеміз. Жаңалықтар, әңгімелер, балалар әдебиеті, ағартушы, қоғам қайраткері. Сөздердің жазылуы мен айтылуын есте сақтап алыңыздар. Жаңалық, әңгімелер, жеке, балалар әдебиеті, ағартушы, жазушы, аудармашы, қоғам қайраткері. Сіз білесіз бе, Ыбырай Алтынсарин кім? Ыбырай Алтынсарин тұңғыш ұстаз, ғалым, ақын, жазушы, аудармашы. Тұңғыш қазақ балаларына арнап мектеп ашқан адам. Қазақ балаларына арналған оқулықтар, шығармалар жазған. Қостанай облысында туылған. Қостанай облысы Арқалық қаласында мемориалдық музейі бар. Алан, Абай ата сияқты атақты тұлғалар бар ма? Әрине бар, Дана. Бүгін тағы бір атақты тұлғамен танысамыз. Бұл қазақтың тұңғыш ағартушысы, ұстазы Ыбырай Алтынсарин. Аға, ағартушы деген кім? Ағартушы балаларға білім беріп, оқытумен айналысатын адам. Ол кісі елімізде алғаш мектеп ашқан адам. Алан, Ыбырай ата мектепті қай қалада ашты? Торғай қаласында ашты. Ыбырай атамыздың білімге шақыратын «Кел балалар оқылық» деген өлеңі бар. Мен бұл жазуды мектебіміздің маңдайшасынан көргенмін. Дұрыс айтасың, Дана. Ыбырай атамыздың өлең жолы мектебіміздің маңдайшасында жазылып тұр. Алан, Зияттан Ыбырай атамыз туралы қосымша ақпарат сұрайықшы. Дұрыс айтасың. Біз білмейтін нәрсе әлі көп. Сәлем, Зият. Бізге Ыбырай Алтынсарин туралы айтып берші. Сәлем, достар. Ыбырай Алтынсарин туралы менің айтарым көп. Ыбырай Алтынсарин жазушы, ағартушы, ұстаз. Ыбырайды атасы Балғожа тәрбиелеген. Ол 9 жасында орыс қазақ мектебіне барып, оны өте жақсы аяқтайды. Оқуын аяқтаған соң, мұғалім болып жұмыс істейді, мектеп ашады. Балаларға арналған қазақ хрестоматиясы оқулығын жазады. Оқулыққа өзінің өлеңдері мен шағын әңгімелерін, мысалдарын енгізеді. Рахмет, Зият. Біз көп ақпарат білдік. Оқысаңдар, балалар, шамнан шырақ жағылар. Тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Алан,
Ыбырай ата қандай тамаша адам болған? Ол балаларға арнап мектеп ашып, оқулықтар жазыпты. Дұрыс айтасың, Дана. Ыбырай Алтынсарин ұлы тұлға. Ал балалар, тыңдалым тапсырмасы бойынша адасқан сөздерді тауып оқыңыздар. Ұстаз Ыбырай, тұңғыш Алтынсарин. Балаларға Ыбырай ашқан мектеп. Алғаш, бұл жерде сөйлемдер орын тәртібі сақталмай жазылған. Тапсырманы орындап болсаңыздар, өздеріңізді дұрыс жауабымен тексеріп көріңіздер. Ыбырай Алтынсарин тұңғыш ұстаз. Ыбырай балаларға арнап алғаш мектеп ашты. Ол мектепке 9 жасында барды. Балаларға арнап әңгіме жазған. Сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс болды деген ойдамын. Келесі тапсырма. Әр кітаптың бетінде әріптер берілген. Сол әріптерден сөздерді құрап, сөйлемдерді толықтырып айтыңыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, өздеріңізді тексеріңіздер. Білімді болу үшін оқу оқып, ерінбей еңбек ету керек. Бірінші сөз білімді, екінші сөз оқу, үшіншісі еңбек. Жарайсыздар балалар, сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс болды деген ойдамын. Келесі тапсырма тыңдалған мәтіннен ақпараттың дұрыс бұрыстығын анықтаңыз. Ыбырай Алтынсарин мүсінші, Ыбырай Алтынсарин ұстаз, ғалымның мұражайы Семей қаласында орналасқан, ғалымның мұражайы Арқалық қаласында орналасқан. Өздеріңізді тексеріңіздер. Ыбырай Алтынсарин мүсінші. Дұрыс емес. Ыбырай Алтынсарин ұстаз. Дұрыс. Ғалымның мұражайы Семей қаласында орналасқан. Дұрыс емес. Ғалымның мұражайы Арқалық қаласында орналасқан. Дұрыс. Сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс болды деген ойдамын. Оқылым тапсырмасы. Мәтінді дұрыс оқыңыз. Ыбырай Алтынсарин қазақ балалар әдебиетінің атасы. Ол балаларға арнап көп әңгімелер, өлеңдер, ертегілер жазған. Қазақ хрестоматиясы оқулығының авторы. Ыбырай Алтынсарин қазақ даласына жаңалық әкелді. Ол қазақ балалары білім алсын деп алғаш мектеп ашқан адам. Ахмет Байтұрсынұлы, Спандияр Көбеевтер сол мектепті бітірді. Ол орыс ғалымдары Григорьев, Ильминскиймен дос болған. Ыбырай Алтынсарин ұлы ұстаз, дара тұлға. Келесі тапсырма мәтін мазмұны бойынша жауаптарға сөйлемдерді сұраулы сөйлемдерге ауыстырып айтыңыздар. Ыбырай Алтынсарин қазақ балалар әдебиетінің атасы. Ыбырай Алтынсарин қазақ даласына жаңалық әкелді. Ыбырай Алтынсарин орыс ғалымдары Григорьев, Ильминскиймен дос болған. Өздеріңізді дұрыс жауабымен тексеріп көріңіздер. Ыбырай Алтынсарин кім? Ыбырай Алтынсарин қазақ балалар әдебиетінің атасы. Ыбырай Алтынсарин қазақ даласына не әкелді? Ыбырай Алтынсарин қазақ даласына жаңалық әкелді. Ыбырай Алтынсарин орыс ғалымдары Григорьев, Ильминскиймен дос болған. Ыбырай Алтынсарин кіммен дос болған?
Сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс болды деген ойдамын. Ал балалар, бүгінгі сабақта Ыбырай Алтынсарин туралы не білдіңіздер? Дұрыс айтасыздар балалар. Ыбырай Алтынсарин тұңғыш ұстаз. Ол қазақ балаларына арнап мектептер ашқан. Қазақ балаларына арнап ертегілер, өлеңдер, мысалдар жазған. Қазақ хрестоматиясы оқулығын шығарған. Қазақ балаларының білім алуына үлкен күш жұмсаған ұлы ұстаз екен, дара ұстаз екен. Жарайсыздар балалар, өте жақсы. Келесі тапсырма жазылым тапсырмасы. Тірек сөздер жаңа, ескі, алғашқы, бір қабатты, көп қабатты, әдемі тірек сөздерді қолданып, мәтін құрап жазыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар балалар.